Ауыз ашардың алдындағы уақыт, армандар орындалатын сәт. Абдуллах ибн Амрдан Алла елшісінің салаллаху алейхи уәсәләм былай дегені жеткізілген. Расында, ораза ұстаушының ауыз ашар алдында жасаған дұғасы қайтарылмайды. Ибн Мәжах 753, Әл-Хаким 1 том. 422 бет. Ауыз ашар алдында оқылатын дұға. Оқылуы: Аллахумма ләка сумту, уә бика әмәнту, уә алейка тәуәккәлту, уә ала ризқика әфтарту, уә саумәл ғади мин шәхри рамадана нәуәйту, фәғфирли мә қаддамту, уә мә ахарту. Мағынасы: Аллахым, сенің ризалығың үшін ораза ұстадым. Сенің берген ризығыңмен аузымды аштым. Бұл дұға ауыз ашар алдында көп оқылады, бірақ адам өз қалауы бойынша басқа да дұғаларды жасай алады. Құрметті жамағат, оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаның 3-ші күні. Ауыз ашар алдында дұға қалай жасалады, және оның маңызы неде? Алдымен ақшам намазын оқимыз ба, әлде ауыз ашамыз ба? Ауыз ашардың әдептері қандай? Рамазандағы жалпы қателіктер жайында және ауыз ашқанға дейін, ауыз ашқаннан соң қандай дұғалар айтылады? Осындай және тағы басқа сұрақтарға жауап айтатын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Өте қызықты мәліметтер аласыздар. Көпшілік көруіне себепші болғыңыз келсе, лайк басып, қоңырау белгісін басып қойыңыз. Пікірге уақытыңыз болса, оразаларыңыз қабыл болсын сөзін жазып қойыңыздар. Аллах разы болсын, рахмет. Ал ендеше біз бастаймыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мұсылман үшін ауыз ашар мұсылманның рухани тазалығын, сабырлық пен шүкіршілікті көрсету үшін маңызды кез болып саналады. Ораза ұстаушы осы сәтті дұрыс пайдаланса, Алланың разылығына жақындай алады. Ауыз ашу пайғамбарымыз Мұхаммедтің салаллаху алейхи уәсәләм сүннеті бойынша орындалатын амал болғандықтан, оның әдептеріне ерекше мән беру өте маңызды. Ауыз ашардың әдептері қандай? Бірінші, ауыз ашуды сүннет бойынша жасау. Пайғамбарымыз салаллаху алейхи уәсәләм ауыз ашуды құрмамен бастауға кеңес берген. Құрма пайдалы әрі жеңіл ас, ол адамды сергітеді. Егер құрма таппасаңыз, таза су ішу жақсы. Ал егер суда жоқ болса, басқа жеңіл тағамдармен бастауға болады. Бірақ құрма немесе су ішу сүннетке сәйкес келеді. Хадис. Алла елшісі салаллаху алейхи уәсәләм, кім ораза ұстайтын болса, аузын құрмамен ашсын, құрма табылмаса, сумен ашсын. Себебі су тазартушы деген. Салман ибн Амир әл-Дабиден, Алла оған разы болсын, Әбу Дауд, Тирмизи. Екінші, Аллаға шүкір айту. Ауыз ашар алдында және ашқан соң Аллаға шүкір айту өте маңызды. Оразаның барысында шыдамдылық пен сабырлық көрсеткеніңіз үшін Аллаға ризашылық білдіріңіз. Ауыз ашқаннан кейін шүкірлікпен дұға жасап, оның мейірімі мен рахымына жалбарыныңыз. Үшінші, отбасымен және жамағатпен ауыз ашу. Ауыз ашуды отбасымен немесе жамағатпен бірге жасау сауапты. Бұл уақытты отбасы мүшелерімен немесе достармен бірге өткізу мұсылмандық бауырмашылықты нығайтады, әрі ауыз ашу сәті ерекше қуаныш пен рухани жақындыққа әкеледі. Төртінші, ауыз ашуды кешіктірмеу. Ауыз ашқан кезде біріншіден, Алланың разылығын көздеген ниетпен ашу керек. Кешіктірмей, ауыз ашар кезі келген уақытта ауыз ашу мұсылмандық міндет. Кешіктіріп, кейін ашу жасау әдепсіз болып есептеледі. Ауыз ашар бұл ораза ұстаушының оразасы тоқтатылатын күн батқан мезгіл, немесе мұны қарапайым тілмен ақшам намазына азан шақырылған кезде түсіндіруге болады. Омар ибн әл-Хаттабтан радиаллаху анху жеткен хадисте, Алла елшісі салаллаху алейхи уәсәләм күн батқан кезде ораза ұстаушылардың оразасы тоқтатылады деген. Бұхари, Муслим. Ауыз ашуға асығудың артықшылығы. Аллах тағала құлдарының ішінде мен үшін ең сүйіктілері ауыз ашуға асығатындары. Хадисті Әбу Хурайрадан радиаллаху анху имам Тирмизи риуаят етті. Мына жақтан түн келіп, мына жақтан күн батса, ораза ұстаушының аузы ашылады. Хадисті Омар ибн Хаттабтан радиаллаху анху имам Бухари және имам Муслим риуаят етті. Адамдардың ауыз ашуды кешіктірмеумен амандыққа кенелуі жалғасады. Пайғамбарымыздың салаллаху алейхи уәсәләм хадисі. Ауыз ашуды асығыңыздар, себебі Алла тағала оразасын ашқан адамды кешіреді. Тирмизи. Бұл хадистен ауыз ашудың маңыздылығын көруге болады. Ораза ұстаушы, уақыт кіргенде ауыз ашуға асықса, оған үлкен сауап беріледі. Сонымен қатар, бұл адам Алланың рахымына бөленеді, себебі ол пайғамбарымыздың сүннетін орындайды. Неліктен асығу керек? Бір, сүннетті орындау. Пайғамбарымыз салаллаху алейхи уәсәләм ауыз ашуды асықпау керектігін айтқан. Ораза ұстаушы уақыттың кіргенін байқап, дереу ауыз ашуы керек. Бұл сүннетке сай амал болып табылады. Екі, Алланың рахымына бөлену. Асығу арқылы ораза ұстаушы Алланың разылығына жақындайды. Оразасын уақытында ашу құлдың Аллаға деген шынайы құлшылығының белгісі.
3. Қуаныш пен жеңілдік. Ораза ұстаушының ауырлық сезімі уақыт өте келе жеңілдейді. Ауыз ашу сәті оразаның қорытындысы ретінде қуаныш әкеледі. Алдымен ақшам намазын оқимыз ба, әлде ауыз ашамыз ба? Ауызды намаз оқудан бұрын ашу керек. Бұл туралы сахаба Анас ибн Малик радиаллаху анху былай деген: мен Алла елшісінің салаллаху алейхи уә сәлләм ораза кезінде сумен болса да аузын ашпастан бұрын ақшам намазын оқығанын ешқашан көрген емеспін. Әбу Яғла ибн Хузайма. Егер ақшам намазы кірген болса, әуелі сәл нәрсемен болса да ауыз ашып, іле намаз оқылады. Не тезірек тамақтанып алып барып намаз оқуға да болады. Алайда ораза кезінде түрлі тамақтар дайындалатындықтан ақшам намазына кешігіп қалу қаупі бар. Сондықтан намаз уақыты кірісімен оқып алған абзал. Әбу Дауд, Саум, 45, Муслим, Сиям, 48, Тирмизи, Саум, 13. Рамазандағы жалпы қателіктер. Азан шақырылған соң, ақшам намазының уақыты шыққанша ішіп жеуді жалғастыру. Кейбір адамдар ауыздарын ашқанда тәрелкелеріне мол тамақ салып алып, ішіп жеулерін жалғастыра береді. Солай ақшам намазының уақыты да шығып кетеді. Анығында бұл дұрыс емес. Пайғамбарымыздың салаллаху алейхи уә сәлләм сүннеті ауызды ашқанда су ішіп, бірнеше құрма жеп бірден ақшам намазын оқу болып табылады. Құлшылық жасап болған соң, келіп қалауыңызша қанша жеймін десеңіз сонша жеңіз. Осыны тексеріп көріңізші, сіз құлшылық жасап жатқанда жеген сіздің бірнеше құрмаңыз денеңізге күш береді. Сондықтан да қайта келгенде, сіз аштықты сондай сезбейтін боласыз. Субханалла, бұл сүннет. Ауызды немен ашу керек? Сүннет болғаны құрма, су немесе сүтпен ашу. Бұларда жоқ болса, жеміс-жидекпен немесе көкөніспен ашуға болады. Отта піскен нәрсемен, мысалы нанмен, шаймен, сорпамен ашпау керек. Хадис шәрифте: оразаларыңды құрмамен ашыңдар, өйткені ол береке. Егер құрма табылмаса, онда сумен ауыз ашыңдар, өйткені ол тазалаушы делінген. Ибн Мажа. Осы тақырыпта тағы да 3 хадис шәриф. Пайғамбарымыз жаңа піскен құрмамен аузын ашатын. Жас құрма болмағанда кепкен құрмамен, ол да жоқ болса сумен ауыз ашатын. Тирмизи. Пайғамбарымыз аузын сүтпен де ашатын. Дарақутни. Пайғамбарымыз 3 құрмамен немесе от тимеген бір нәрсемен ауыз ашатын. Әбу Яла. Тамақтың түрі мен мөлшерін дұрыс таңдау. Ауыз ашу кезінде тамақ өте ауыр болмауы керек. Ораза ұстаушыға жеңіл және қоректік тағамдар, құрма, су, жеңіл сорпалар немесе жемістер ұсынылады. Тамақтың түрі мен мөлшері денсаулықты сақтау үшін маңызды, себебі ауыз ашқаннан кейін ауыр тағамдар ас қорыту жүйесіне ауыртпалық түсіруі мүмкін. Ауыз ашар алдында тілек тілеуді ұмытып кетсеше. Көп адам ауыз ашар алдында тілек тілеуді ұмытып жатады. Ал шын мәнінде ауыз ашар алдында жасалған дұғамен Алланың арасында перде болмайды. Сондықтан адам бұл мүмкіндікті пайдаланып, Алладан бар керегін сұрап қалуға тырысуы керек. Бұл туралы Алла елшісі салаллаху алейхи уәсәләм расында ораза ұстаушының ауыз ашар алдында жасаған дұғасы қайтарылмайды деген. Ибн Мәжах, Әл-Хаким. Пайғамбарымыз салаллаху алейхи уәсәләм былай деген: ораза ұстаушының дұғасы 3 жағдайда қабыл болады: ауыз ашар алдында, қазан намазында, сахара кезінде және намаз соңында. Ибн Мәжа. Ауыз ашар алдында дұға оқу бұл ерекше бір сәт, себебі ораза ұстаушының жүрегінде Аллаға деген шынайы ниетпен дұға бар. Сондықтан осы кезде дұға жасау Алланың рахымына және мейіріміне ұмтылу болып табылады. Ауыз ашқан соң одан кейін оқылатын дұға бар ма? Ауыз ашқаннан кейін де дұға жасау өте сауапты іс болып табылады. Пайғамбарымыз Мұхаммед салаллаху алейхи уәсәләм ауыз ашқаннан кейін дұға етуге үлкен мән берген. Ауыз ашқан соң айтылатын дұғалар. 1. Пайғамбарымыздың дұғасы. Пайғамбарымыз салаллаху алейхи уәсәләм ауыз ашқаннан кейін келесі дұғаны айтқан: Захабаз вамау ва аптала тилу рух ва салат әл-әджір иншаллах. Мағынасы: шөл қанды, тамақ орнықты және иншаллах сияқы бекітілді. Ахмад, Әбу Давуд. Бұл дұға ораза ұстаушының ағзасы жаңарғанын, шөлдің кеткенін және Алладан сияқы алуды сұрайтын дұға болып табылады. Алладан жәннатты сұрап, тозақтан сиынатын дұға. Алла! Расында мен сенен жәннатты сұраймын, әрі оттан өзіңе сиынамын. Аллахумма инни әсәлукәл жәннәтә уә әузу бика мин ән-нәр. Ата-ана үшін жасалатын дұға. Раббым, мені кішкентайымнан бағып, тәрбиелеп өсіргеніңдей оларға мейірім ет. Ең кереметі ауыз ашар, бұл жай ғана тамақ ішетін кез емес, бұл кезде Алла кей құлдарын тозақтан азат етеді.
Алла елшісі салаллаху алейхи вәсәләм ақиқатында ұлы әрі құдіретті Алланың әрбір ауызашар кезінде оттан босататын құлдары бар. Әрі бұл босату әрбір түн сайын орын алады. Деген Ибн Мәжах. Ендеше осынша құлшылық, сауап, игілік жасырылған ауызашарға, оның уақытына, әдептеріне мұқият болайық. Алла осы Рамазанда күнәларымызды кешіріп, бізді де оттан босаған құлдарының қатарынан етсін. Әмин.